Қыздардың бәрі бұзылған қазір, нормальный қыз жоқ қазір, бәрі біткен, конченый. Осыған ұқсас сөздерді өзім көп естимін, осы салада жүрген соң. Бұл ой қайдан келді? Осыған тоқтамас бұрын қысқаша адамды программалау туралы, яғни маған керекті ақпаратты дәл қазір керек уақытында керек адамдардан естірту, көрсету арқылы мені де, сені де программалай алады да, белгілі бір программаға қоя алады да. Мысалға мына Apple телефон Androidқа орната алмайсың да. Бұл осы Apple'дың программасымен ғана жұмыс жасайды. Осы сияқты менің, сенің басыңда да белгілі программалар жазылған. Қыздарға қатысты, ақшаға қатысты, білімге қатысты, денсаулыққа, өмірге, бәріне қатысты. Мысалға менің басымда бала болып туылдым, 3-4 жасқа келдім, мені балабақшаға баруым керек еді. Одан кейін міндетті түрде мектепке баруым керек. Одан кейін міндетті түрде жоғары оқу орнына оқып диплом алуым керек. Одан кейін сол диплом арқылы жұмысқа тұрып, жұмыс жасап, пенсиямды алып, дүниеден өтуім керек. Осы өмірлік программада. Осылардың арасында үйленесің, той жасайсың, тойға барасың, ипотекаға үй аласың, кредитке машина аласың, рассрочкаға телефон, холодильник, телевизор аласың, кәсіпкерлікпен киім аласың. Жалпы осылай айлық алып, сол айлығымды қайтадан үкіметке төлеп, осылай белгілі программамен бір рельспен шықпай нормальный адамдар сияқты ел қатарлы өмір сүресің да. Осы нормада бізде. Осы біздің программа қазір, яғни мектеп бізді жұмысшы, жалшы болуға дайындайды. Ол жерде мысалға 10-15 пән бар да, мысалы мектепте әр пәннің өз мұғалімі бар. Яғни бір мұғалім, бір пәннің маманы, математик ол тарихтан сабақ бере алмайды, физрук геометриядан сабақ бере алмайды. Бірақ мектепке келген бала барлық пәнді білу керек. Бұл қалай сонда? Әр пәннің мұғалімі баладан өз сабағын 5-ке оқуын талап етеді. Завуч, директор, ата-ана бәрі сенен мектепті 5-ке оқып, аттестатыңда өңкей 5 болуын, қызыл белгі болуыңды талап етеді. Қалай? Бір мұғалім бір пәнді біледі, ал бала барлық пәнді білу керек та. Бұл вообще логически да, қалай? Сосын мектепте бізді шынымен де білімді болуға емес, бағаға оқу үйретеді да. Ақ қара деген өмірдің бір қажет дүниелерді емес, баға үшін оқуды үйретеді. Бағамен қорқытады. Диктантта қателестің бе, бақылауда қателестің бе, қып-қызыл етіп сызып, әке-шешеңе көрсет, қандай топас екенін дегендей табақтайғы 2-3 қойып береді. Яғни қателесу ол жаман деген нәрсе да. Программа болды. Сен ақымақсың деген программаны тағы да миыңа жазып береді. Ол 2-ні 2-ге көрсетуге қорқасың сосын. Оны көрген ата-анадан тағы ұрыс естисің да, таяқ жейсің. Елдің баласы сияқты емессің деп, тағы да сенің бейшара бір сорлы екеніңді тағы да бетіңе басады да. Тағы да сағың сынып, мектептегі мұғалімді одан сайын жек көріп, өзіңді бір сондай лох чорт сезіп, тағы да бір программаға түсесің, өзің бейшара болады. Яғни сен үшін мектеп ондағы қызықсыз сабақтар азап болады да, мұғалімдерді айтпағанда. Бұл деген менің 11 жыл уақытым, өмірім, ешкім маған қайтарып бере алмайды. 11 жылда қайтып келмейтін 11 жыл мектепте белгілі бір адамдардың пайдалары үшін осындай программамен өтті да, арнайы жасалған программамен өтті. Менің ата-бабаларым Қабанбай, Бөгенбай, Хан, Сұлтан билер мектепте оқыған жоқ біз сияқты. Бірақ олар бізден ақылды болды, бізден дана болды, көкірек көздері ашық болды да, батыр болды олар. Ол заман басқа, ол жаугершілік заманмен бізді салыстырдың ғой дейтін шығыстар. Қазір қару алып соғысатын заман емес ол сияқты. Бірақ заман сол, уақыт сол, жер бетінде өмір сүріп жатырмыз. Тура солар секілді тамақ ішеміз, дәретті сындырамыз, сол күнді көріп жатырмыз, сол айды көріп жатырмыз. Қара жерді басып жүрміз сол жерде, Тек өзгерген технология дамыды, білім дамыды, ғылым дамыды, бірақ адамдар сол күйінде адам болып қалды. Өзгерген адамның пейілімен, ниетімен осы программасы адамды өзгертіп жатқанда, бірақ сол қалпында бәрі өмір сүріп жатыр ғой. Міне сол тар пейіл мен арам ниеттің арқасында небір қулық, сұлық, айлы тәсілдер арқылы адамдарды тобыр сияқты қара халықты білгенше айдап бағып, өздерінше бір жаңағы белгілі адамдар басқарып келе жатыр да. Мен бұл жерде ақылдымын, мен ол тобырда емеспін деп өзіңізді ойласаңыз қазір, онда сіз сол системадан шығып кетіңіз. Балабақшаға жіберме балаңды, мектепте оқытпа, тек қана керекті нәрсені үйрет болды. Өміріне қолданатын нәрсені ғана үйрет. 4-5 жыл универде саналмай, бір нақты мамандықты оқып алды мысалы. Өзің солай жасап көрді, или студент болсаң өзің оқымай көрді, яғни системаға қарсы шығып көр. Ол сол кезде мүмкін сен тобырдан бөлек шығасың да. Ал мектеп, универ туралы айтып кеттің, тақырып қыздар туралы ғой дегендерге де мысалы. Мен енді программа деген нәрсе қаншалықты маңызды екенін көрсеткім келіп тұр да бұл жерде. Әрине ол өте ұзақ, өмірдегі әр салада бізде программа бар, оны жіктеп мен дәлелдеп бере аламын. Бірақ бүгінгі тақырыпқа оралсақ, демек бізді мектеп жұмысшы болуға, жалшы болуға дайындайтын орын болса, тура сол сияқты кино мен музыка, ер адамды да жұмсақ, тәртіпті, сыпайы, ешқашан қызды ренжітпейтін, ұрыспайтын, қыздың көңіліне қарап жүретін, соның көңілін үнемі табуға тырысатын, қыздың артынан жүгіретін, сондай етіп көрсетіп қойды да. Голливудтың кез келген өлеңін, клипін қараңдар. Біз танымал, Шакира, Pussycat Dolls, Бейонс, Бритни Спирс, Риана, кім бар, Ники Минаж, қайсысы осының клиптарын, өлеңдерін, мағынасын түсініп клиптарына қарайтын болсаң, ол жерде орысша айтқанда блядство дейді ғой. Қыздарға блядствоны үйретеді да, развратты үйретеді, өзім білем, мен деген программа тықпалайды да қыздарға. Тура сол сияқты жігіттерге де қыздардың артынан жүгіру, гүл беру, сыйлық беру, кешіріп қойса ренжіту, ренжітіп қойса жаңағы кешірім сұрау,
жаңағы кинолардың бәрінде бір қатынды құтқарып сол үшін проблема, иә, бір қатын үшін сотталып жатады, төбелесіп жатады, бір қатынға таласып жатады, бәрі осы да программада. Осындай культурада өскен біздер, біздің балаларымыз, тіпті біздің әке шешелеріміз осыны түсінікпен қатып өсті да. Тек санаулы адамдар ғана оны түсініп, басқаша болады екен ғой деп, басқаша білім алып, басқаша жолдармен өмірлерін бір рет берілетін өмірді мүмкіндігінше тиімді өткізуге әрекет жасап жатыр. Ал басқалар сол тобыр, біреу қорқып жүр, біреу ерініп жүр, бірақ та сол батпақта жүр да бәрі. Яғни сенің өміріңдегі сен қабылдап жатқан шешімдер, қандай оқуға түсу, қандай қызбен жігітпен отбасын құру, қай жаста үйлену, ажырасу, жұмыс, бизнес, киетін киімің, тұратын үйің, бұл бәрі саған құйылған программада. Сен өз қалауыңды, өзіңді сен әлі білмейсің, сен өзіңді әлі тапқан жоқсың. Бұл жаман, өзін танымайды деп бұрын аталарымыз ашуланған кезде ұрысатын болған екен де біреуге. Яғни қазір сен жан-жақтан неше түрлі ақпараттар ағып жатқан заманда сенің басыңа қыздарға қатысты белгілі программалар бар да. Қазір нормальный қыз жоқ, жаңағы біреу бір қызды ғана сүйемін дейді, однолюбпін дейді да, біреу басқаша жаңағы басқа қыздармен жүріп жүр, көп қызбен жүреді, біреу неше түрлі қызбен жүреді, біреу қыздар маған қарамайды, ал үшін ақша керек, көлік керек дейді, біреу қыздардың артынан жүгіріп жүреді, біреу добиваться ету керек, қыздың артынан жүгіру керек деген программа. Яғни толып жатқан әркім өзінің программасымен жүр да. Неге барлық жігіт бірдей ойламайды да? Неге? Өйткені әркімнің өскен ортасы, естіген көргені, өзінің жеке тәжірибесі әртүрлі да. Соған сай мына бастағы ойлар, программа саған әртүрлі болып, соған сай саған қыздар жолығып жатыр. Нормальный қыз жоқ дейсің ба, онда сондай қыздар кетсе саған не нормальный қыздар, қыздарға ақша керек, көлік керек дейсің ба, онда саған сондай ақша қуған, дайынға үйренген, әкел дейтін қыздар келеді да. Қыздардың бәрі бұзылған дейсің ба, онда сондай қыздарға орнасың бар, жүргіш қыздарға да. Бірінші мына бастағы программаны реттейміз, сосын соған сай қыздарды көре бастайсың, иә, сондай қыздармен жүре бастайсың. Жақсы қыздар өте көп, жұмыс жасап, оқу оқып, өзінің жағдайын жасап, әке шешесіне көмектесіп жүрген батыр қыздар көп та біздің қоғамда. Бірақ сенің басыңда ондай жақсы қыздарды көретін фильтр жоқ та. Оның орнын теріс, қағынған, ұрынған, сондай қасқыр, сенен бірдеңе алғысы келіп тұратын қыздар таңдайсың да. Сондай фильтр тұр сенің басында. Осы программаны өзгерту керек та. Оның жолы көп, психология бар, жаңағы әртүрлі жолдар бар. Енді мен психолог емеспін, бұл жерде саған терапия жасап, проработка жасап отыратын да. Ол ой қатты кетудің де керегі жоқ. Тек өзіңнің аппетитіңді өзгерту керексің да. Яғни өзің өзгеру керексің. Сол кезде саған сай сені жаңағы отражать ететін, саған сені шағылыстыратын, сенің ой санаңа ұқсас, сенің білім деңгейіңе, өмір сүру деңгейіңе саған жақын қыздар жолға бастайды да. Яғни өзіңе жақын қыздар жолға бастайды. Сосын да мұңлы, жылаңқы, қиналып, жылап бір жауапсыз махаббат, күйдім, сүйдім, есігіңді аш, жүрегіңді жараладың, сен ғана деген жылаңқы әншілермен солардың жылаңқы өлеңдерін тыңдауды қою керек та. Мелодрама, қайғылы махаббат, кино, сериалдарды қою керек. Оның орнында тарихтағы мықты тұлғалар бар ғой, солардың биографиясын алыңызшы. Солардың биографиясын көр. Солардың рухты, тестостеронды көтеретін киноларды көр. Біздің қазақтың күйлері мен рухты музыкаларын күнде бір рет тыңдап тұршы өзің. Мен өзім кеңес беремін сондайға, билейтін тойдың ахаху емес, батырлар ұраны, мен қазақтың Адай, Құрманғазы күйлері маған мысалы лично өзіме өте мықты настрой береді да. Рухым түсіп кеткен кезде еңсеңді көтеріп тастайды кәдімгідей да. Ал жылаңқы қайғырып жүрген, бүйтіп сүміреген өлеңдер одан сайын сенің подкаблу кетіп, тестостероныңды түсіріп тастайды. Демек біздің айналамыздағы бәрі бізді өз пайдасына программалар өзіне ыңғайлы етіп жасайды да. Осыдан кейін сенде қандай программалар бар, өмірге қатысты, сен кімді тыңдап жүрсің, кімге еліктеп жүрсің, қандай достармен, қыздармен араласып жүрсің, жалпы қандай өмірді қалайсың, осының бәріне сен қазір бір қарап көру керексің да. Бұның бәрі сенің программаң. Өзіңді танып біліп, өзіңмен алысып бастасаң, қаншама әлі өмірде жұмысың бар екенін түсінесің. Яғни біреуге сен қарайтындай шамаң болмайды. Сондықтан саған сәттілік, дұрыс программа, пайдалы, сені бақытты ететін дұрыс әдеттерді миыңа жазып, осы дұрыс рейстен шықпай өмір сүруіңе мен тілектеспін. Өйткені жаңа Қазақстанды жаңаша ойлайтын жастар мен көкірек көзі ашық, өмірдің ана ақ қарасын білетін үлкендердің даналығымен ғана біз осындай мәңгілік ел боламыз. Біреудің жазып берген өмірмен берілген жаңа белгілеп берген өмірде өткізіп жіберу, ол өмірдегі ең үлкен өкінішпен өзіңе жасалған қиянат деп білемін. Сондықтан дұрыс программаны тыңдап, өзіңді танып, өзіңмен алысып үйрен. Келесі видеоға дейін қош сау болыңыз.